Баршаңызға ассалаумағалейкум достар. Бүгін үй жағдайында 20 минуттық пирог дайындайтын боламыз. Өте ерекше дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Әркім әрқалай рецептпен жасайды. Менде сұйық май, кокосовый стружка, қант, манка, сонымен қатар ванилин, разрыхитель, тұз, қант, айран қажет болады. Алдымен жылы айранымызды манкамызға құйып, жақсылап отырып араластырып аламыз. Кез келген пайыздағы айран жарай береді. Менде 3,2% айран. Жақсылап тұрып араластырамыз бір қалыпқа келгенше. Қажетті құрамын описанияға жазып қоямын. Сол жерден қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Бізде осындай қоюлау масса болып тұрады, көріп тұрғандарыңыздай. Ендігі кезекте жұмыртқаларымызды біртіндеп жарып салатын боламыз. Оның үстіне қантымызды саламыз. Кокосовый стружкамызды саламыз, тұзымызды саламыз, разрыхитель және ванилин саламыз, сонымен қатар сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Астын үстіне қарай араластырамыз. Бізде түбінде манканың жаңағы іртік болып қалмауы керек, сондықтан толықтай араластыратын боламыз. Осы сәттен бастап духовкаларыңызды қыздыра берсеңіздер болады. 180 градуста 20 минутта пісіп шығады. Достар, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Видеоларым ұнаса, жақындарыңызбен, туыстарыңызға бөлісуді, көмектесуді ұмытпаңыздар. Алдын ала рахмет. Формамызға құйып, пісіріп аламыз. Тура 20 минутта пісіп шығады. Өте дәмді болып тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бетіне осылай шоколадты ертіп, жағып шықтым. Кез келген нәрсемен әсемдесеңіздер болады. Мінекей іші де піскен, өте дәмді болып тұрады. Ас болсын, жасап көріңіздер.